Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Сіздермен әдеттегідей Гүлфайруза Атсаттар. Бүгін біз фонетиканың 5-ші сабағын тасымал деген тақырыпқа арнайтын боламыз. Жалпы тасымалды біз қай кезде қолданамыз? Біз сөз жазып келе жатқан кезімізде толықтай бір сөз сол жолдың бөлігіне сыймай қалса, біз оны буынға бөлу арқылы жарты буынды келесі жолға жазамыз. Яғни сөздің жолға сыймай қалған бөлігін екінші жолға тасымалдау буын жігінен жасалады. Осы тұста буын деген не екенін білмесеңіздер, фонетиканың 4-ші сабағын қарап келуге кеңес беремін. Мысалға, мен тәуелсіздік деген сөзді алдым. Тәуелсіздік деген сөзде қанша дауысты дыбыс бар? 4 дауысты дыбыс бар. Сәйкесінше 4 буын бар. 4 буынды біз 3 жағдайда тасымалдай аламыз. Мұнда сөйлеммен мысал келтірдім. Бірінші жағдайда ата-бабаларымыз аңсаған тәуелсіздік, яғни менің жолыма та деген буын ғана сыйып тұр. Қалған буынды мен жаңа жолдан бастап жаздым. Екінші жағдайда ата-бабаларымыз аңсаған тәуелсіздік, яғни екінші жағдайда менде тәуел деген сөз ғана сыйып тұр. Үшінші жағдайда ата-бабаларымыз аңсаған тәуелсіздік, яғни менің жолыма дік деген соңғы буын сыймай қалғандықтан, мен соңғы буынды жаңа жолдан бастап жазамын. Яғни тасымалдаған кезде міндетті түрде буынға бөліп тасымалдаймыз. Сонымен қатар бізде тасымалдауға болмайтын жағдайлар бар. Соның бірі, жолдың басы дауысты дыбыстан басталмайды. Яғни жаңа жолға дауысты дыбыс түспейді. Мысалы, демалыс күні ата-анаммен көлге барып, қайықпен серуендедік. Бұл жерде бізде дауысты дыбыс. Яғни дауысты дыбысты жаңа жолға түсірмейміз. Дұрыс жазылуы: демалыс күні ата-анаммен көлге барып, қайықпен серуендедік. Яғни дауыссыз дыбыс. Келесі, бізде дәл осы қазір айтқан грамматикама, ережеме бағынбайтын жағдай бар. Ол у әріптермен қатар келген әріптері бар сөздерді тасымалдаған кезде жаңа жолға дауысты дыбыс түсе алады. Мысалы, сиыр, тиын, буын, киім, тағы да басқа. Яғни сіздерде осындай сөз келсе, бұндай сөздерді осылай, яғни дауысты дыбысты түсіру арқылы тасымалдай аласыздар. Естеріңізге сақтаңыздар, у әріптермен қатар келген әріптері. Келесі бізде тасымалдауға болмайтын жағдай: бір буынды сөздерді тасымалдауға болмайды. Мысалы, бір буынды сөз дегеніміз ол бір ғана дауысты дыбыстан құралған сөз. Қарт дегенде бір дауысты, сәйкесінше бір буын. Яғни бір буынды сөздерді біз ешқашан тасымалдай алмаймыз. Менің әжемнің жасы 90-да, әжем қарт кісі. Бұл жерде дұрыс тасымалданған жоқ. Жолдың соңына сыймаса, жолдың басынан бастап бір буынды сөздерді толықтай жазамыз. Екінші жағдайда, міне, менің әжемнің жасы 90-да, әжем қарт кісі. Яғни осылай, мұнда жолдың аз бөлігі бос қалса да, біз бұндай сөздерді мүлдем тасымалданбаймыз. Келесі тасымалдауға болмайтын жағдай: сөздің бір әріпін келесі жолға тасымалдауға немесе жолдың соңына қалдыруға болмайды. Мысалы, ата деген сөз екі буынды сөз. Екі буынды сөз бола тұра, біз бұны бұлай тасымалдай алмаймыз. Мысалға, менің ең жақын сырласым Қайырбек ата. Яғни жалғыз аның өзін жолдың соңына қалдырып кетуге болмайды. Немесе, менің ең жақын сырласым Қайырбек жалғыз бір әріпті жолдың басына, яғни жаңа жолдан бастап тағы да жаза алмаймыз. Ең дұрысы, менің ең жақын сырласым Қайырбек ата. Яғни сөздерді барлығын бірге жазамыз. Бір әріпті, бір дыбысты жолдың соңына қалдырмаймыз. Келесі жағдай: қысқартылып жазылған адам есімдерін оның фамилиясынан бөліп тасымалдауға болмайды. Мысалы, Абай Құнанбайұлы, Мұхтар Омарханұлы Әуезов. Бұлар енді қысқартылып Құнанбаев, Әуезов деп тұр. Яғни бұндай жағдайда біз тасымалданбаймыз. Мысалы, Абай жолы шығармасының авторы Әуезов. Яғни қысқартылып тұрғаннан кейін біз бұны жолдың соңына қалдырып кете алмаймыз. Ең дұрысы, Абай жолы шығармасының авторы Әуезов. Келесі тасымалдауға болмайтын жағдай бізде:
Қысқартылып жазылған өлшем атауларын тасымалдауға болмайды. Мысалы, 10 сантиметр деген бізде қысқартылып см деп жазылып тұр. 10 килограмм деген кг деп жазылып тұр. Осындай жағдайда біз тасымалдай алмаймыз. Кешкі асқа тамақ жасау үшін дүкеннен 10 килограмм картоп алдым. Яғни 10 деген санды бөлек, кг деген қысқартылып жазылған өлшем атауын бөлек тасымалдап жазбаймыз. Кешкі асқа тамақ жасау үшін дүкеннен 10 килограмм картоп алдым. Дұрысы осындай болады. Келесі бізде тасымалдауға болмайтын жағдай. Бас әріптері арқылы қысқартылған сөздер тасымалданбайды. Мысалы, Қазақстан Республикасы, қ.р., Біріккен ұлттар ұйымы, б.о., Қазақ ұлттық университеті, қазұу, ұлттық бірыңғай тестілеу, ұбт. Яғни осындай сөздер бар бізде. Олар бас әріптері арқылы қысқартылған, біз бұны мүлдем тасымалдай алмаймыз. Мен арнайы орталыққа барып ұбт-ға дайындалып жүрмін. Яғни оны жолдың соңына, бт-ны жолдың басына қалдырмаймыз. Ең дұрысы, мен арнайы орталыққа барып ұбт-ға дайындалып жүрмін. Тасымал деген тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Осындай жағдайларда тасымалдамайсыздар. Енді білімді бекітейік. Сөздерді қандай жағдайда тасымалдаймыз? Тасымалдау бізге қандай жағдайда қажет? Сөзіміз жол соңына сыймай қалған жағдайда біз тасымалдаймыз. Жаңа жолға қандай дыбыстар түспейді? Жаңа жолға дауысты дыбыстар түспейді. Бірақ ережеге бағынбайтын сөздер де бар. От, кел, жер сөздер неге тасымалдауға болмайды? Өйткені бұл сөздер бір буынды сөздер. Бір буынды сөздерді біз мүлдем тасымалдай алмаймыз. Буын, тиын, сиыр сөздерін қалай тасымалдаймыз? Бағана айтқанымдай, ережеге бағынбайтын сөздер осы, иә? Буын, тиын, сиыр сөздерін бу дегенді жолдың соңына, ын дегенді жолдың басына тасымалдауға болады. Өйткені бұлар бізде тасымалдауға болмайды деген грамматикаға бағынбайтын сөздер. Тасымалдауға болмайтын жағдайларды ата. Тасымалдауға болмайтын жағдайлардың біріншісі, жол басына дауысты дыбыс түспейді. Бір буынды сөздер тасымалданбайды. Жолдың басына немесе соңына бір әріпті қалдырып кете алмаймыз. Қысқартылып жазылған адам есімдері тасымалданбайды. Қысқартылып жазылған өлшем атаулары тасымалданбайды. Және де бас әріптері арқылы қысқартылған сөздер тасымалданбайды. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта фонетиканы одан әрмен қарай жалғастыра түсеміз. Міндетті түрде арнаға жазылып алыңыздар. Сіздерге жақсы білім болсын.